Hidayattың сұралуы екі мағынада болады. Бірінші мағынасы адамды қате жолдан, адасқан жолдан дұрыстыққа, жақсылыққа, Наби саллаллаху алейхи уассаламға шариғат етілген жолға бастауын талап етіп сұрау мағынасы. Екінші мағынасы кімде кім Аллах субханаху ва тааланың өзінің тауфиқы менен тура жолда болса, сол тура жолда Аллахтың және бір мейірімділігі менен берік қалуды сұрау болады. Себебі адамдар не адасуда, тура жолда болған адамдар сол адасудан, яғни туралықтан адасып кетуінен қорқуда. Не адамдар адасуда болады, немесе өзі тура жолда болса да қателікке адасып кету қорқуы болады. Пенде бұл хидаятқа сөзсіз әрекеті болу керек. Бірақ кімде кім жақсылықты Наби саллаллаху алейхи уассаламның шариғатын жолын тапса, білсе, үйренсе, ол ойламасын, өзінің ақылдылығы, зеректігі, мықты ізденуінің артында ғана осы тура жолды тауып жатыр деп. Аллах субханаху ва таала оған берген хидаят неғматын өзінің күш құдіретіне, өзінің зеректігі, даналығына қайтарып жүрмесін. Бәлкім момын үшін ең үлкен қымбат болған неғмат бұл хидаят, пенде үшін Аллах субханаху ва тааладан берілген бір үлкен сыйлық екенін білу керек. Себебі адам тек қана ақылы, зеректігі, өзінің алғырлығы менен тура жолды табатын болса, сенен көре қанша ақылдырақ, зеректеу және өзінің ісінде пысық болған қанша адамдар бар, бірақ өмірінде қарасаң, отқа, шоққа немесе басқа осындай нәрселерге құлшылық етіп жүрген қанша ақылдылар бар. Кімде кім Аллах субханаху ва тааланың пайғамбарына түсірген шариғатында туралықта болса, ең бірінші Аллах субханаху ва таалаға мадақ айтсын. Аллахқа шүкірлік қылсын. Бұл пендеге берілген ең үлкен неғмат. Себебі адам осы өмірде қандай дүниеви жағдайда болса да, оған пайдасы пайда емес, зиян емес, егер хидаяттың таразысымен таразылайтын болса. Яғни, айталайын деп тұрған сөз, адам иманда болып, дүниеви қандай бір зиянға жолықпасын, ол зиянға жолықпағандай бола береді. Себебі дүние бол өткінші өтіп кетеді. Адам егер имансыз болып, дүниенің қандай бір қызығына жеткен болса да, ол егер имансыз болатын болса, ол ешбір нәрсеге жетпепті.